Бүгін Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде елін сүйген, ел сүйген елбасы атты Астана күніне орай жастар акциясы өткізілді. Соған орай университетіміздің талапкерінен өз ойын білейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Бүгін қандай күн? Бүгін Астананың туған күні 15 жылдық. Сіз Астана туралы не білесіз? Астана ол тарихи тұлға қала болып есептелінеді. Оған 15 жыл. Оны біздің елбасымыз Назарбаев өзі құрып, өзі проектасын өзі жасаған. Астана күні басқа қалалармен салыстырғанда ерекшелігін не деп атап өтедіңіз? Ерекшелігі ол жас қала болып есептелінеді. Бүгінгі Астана күніне орай сіз университетіңізге талапкер болып келіп отырсыз. Осы қазақтың қара шаңырағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің таңдауының не себеп? Бұл Қазақстанда бірінші университет болып есептелінеді. Екіншіден менің мамам осы жерде түлегі болып есептелінеді. Соған байланысты мен осы Абай университетіне келген себебім тарих факультетін таңдадым. Және біздің оқу орнына дәл осы бүгін біз осындай іс-шараның үстінен түскеннен кейін сенің жас талапкер ретінде ескере отырып, бүгін сізге арнайы студенттік жылдардың естелігі атты кітапшаны сыйға тартқымыз келеді. Сізге де белсенді еліңіз, елордаңыз сияқты танымал, белгілі бола беріңіз. Сіздің енді Астана қаласына тілеріңіз. Астанаға тек жасай берсін Астана. Үлкен рахмет сізге. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бүгін қандай күн? Бүгін біздің бас қаламыз Астананың, Арман қаланың туған күні. Астана қаласы неше жасқа толып жатыр? 15 жасқа толып жатыр. Астана қаласының қандай көрікті ғимараттары, қандай жерлерін білесіз? Көрікті ғимараттары өзіміздің Бәйтеректі білем, басқа Хан Шатырды, сондай көрікті жерлері көп Астананың. Астана қаласы басқа қалалармен салыстырғанда ерекшелігі не деп атап өтер едіңіз? Енді ерекшелігі оның тез дамығанында, қазір ол әлемдегі ең көркем қалалардың біріне жатады, және де көркемдік жағынан ерекшеленеді, әдемілік. Бүгінгі күні біздің жастар акциясына дәл-дәл келіп тұрсыз талапкер ретінде. Біздің қара шаңырақ Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің таңдауыңызға не себеп? Себеп болған, мен өзім қазақ әдебиетін таңдадым бұл жерге түскенде. Неге себебі бұл өзіміздің ең атақты жазушыларымыз, ақын жазушыларымыз бітіріп кеткен бұл жерді, атап айтқанда Мұхтар Әуезов деген сияқты. Сондықтан да мен де сол кісілердің жолын қуамын ғой деп осы оқу орнын таңдадым. Сіздің бүгінгі біздің акциямызға дәл-дәл келуіңізге және де университетіміздің оқу орнына түсіп, студент атанып, қоғамымызға белсенділік таныту үшін сіздерге арнайы студенттік жылдарын естелік деп, қазіргі бүгіннен күнінен бастап сіздерге арнайы осындай кітапшаны сыйлыққа береміз, және де өзіңіздің Астана қаласына тілегіңізді айтсаңыз. Астана қаласына тілегім менің қазір жылан-жылға көркейіп келе жатыр, одан ары қарай да көтеріле берсін деп тілегім келеді. Сол әдемілігімен қалсын, және де осы Астанамызды дамытып жатқан елбасымыздың күш-жігерінің арқасында елбасымыз жасай берсін дегім келеді. Астана туған күні құтты болсын. Елін сүйген елбасы атты жастар акциясына енді жастардың ойын білейік. Сәлеметсіздер ме? Бүгін қандай күн? Кім біледі? Бүгін Астана күні. Астанаға 15 жыл болып жатыр, толып жатыр қазір. Астана қаласының қандай ерекшелігін, қандай көрікшелерін атап өтер едіңіздер? Ерекшелігі ол Бәйтерек, сосын жаңадан ашылған 21-ші маусым күні опера және балет театр 19-шы номер бойынша, Қазақстан бойынша. Содан кейін Нұр Астана мешіті ашылған. Байқауымша сіздер талапкерлер секілдісіздер. Сонымен бүгінгі дәл акциямызға сіздер тура келіп тұрсыздар. Сонымен оқу орнымыз, яғни Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің таңдауға не себеп сіздерге? Өйткені Қазақстан бойынша бірінші оқу орны болып есептеледі. Бізге өте қызық болып тұр. Жаңа осы тұрғанда талапкер деген қағаз алдық. Өте жақсы, ішінде жақсы мамандықтар бар екен.
Енді сіздер дәл осы бүгін жастардың акциясынан дәл келіп түскені үшін сіздерге университетіміздің қара шаңырағы студенті болады деген оймен бүгіннен бастап біз сіздерге арнайы студенттік жылдарының естелігі атты арнайы кітапшаны сіздерге сыйлыққа ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Как вас зовут? Фарис. Здравствуйте, Фарис. Фарис, знаешь, какой сегодня день? Сегодня день столицы. А сколько им исполняется? Особенности нашей столицы? Ну, особенностей столицы очень много, потому что в течение нескольких лет она так сильно изменилась в хорошую сторону. Какие достопримечательности знаешь нашей столицы? Байтерек, ну это вообще, можно сказать, что даже в Европе везде можем поехать, и там плакат, фотографии видишь, что там даже с Байтереком. Вообще очень красивая страна, невозможно словами говорить. Фарис, почему ты выбрал именно наш Казанский национальный педагогический? Ну, во-первых, это национальный университет, а во-вторых, это, можно сказать, самый первый вуз в Казахстане.